Сіздермен бірге бүгін мен Әділет Қазақ. Бүгін біздер Playgrasha проектінде Санкт-Петербург серверінде ойнайтын боламыз. Мен армияға кірген болатын, оны видеоға түсірмеген себебім мен арнамда уже армияға кірген видео бар. Бүгін енді ранг алуға тырысамыз енді. Может видеодан тыс аламын, может видеодан аламын. Видеодан тыс алып көремін, егер ала алсам. Алмасам алмай қоямыз. Адам аз енді бұл серверде. Достар, міне бұл семьяның өзгерген болатын. Вот осындай ранг, екінші ранг 30 мың, үшінші ранг 40 мың. Егер крем десеңіздер, вот осы нөмірге жазыңыздар. Болмаса ойынға кірген кезде Абилай Муслим деп ID Абилай Муслим десеңіздер, вот осы бала шығады. Мына жерде телефон уровень 18, должность глава 5, ранг 5, выговор 3.0, телефон деп тұр, көрдіңіздер ма? 770 телефон, 770 060 деген нөмірге звондасаңыздар, сіздерді осы семьяға кіргізетін болады. Алдыңғы сериядан кейін кірген адамдар көп емес, бірақ алдыңғы сериядан кейін кірген адамдар бар. Мен қазір осы рангты алып көрейін видеоның сыртында. Может ала. Вот достар, мен екінші рангты алдым. Получить дегенді басамыз. Вот получить басамыз. Енді біз эфрейтерміз. Біздің целіміз енді негізі сержантқа дейін бару керек. Сіздің военный билет алу керек. Ал сіздерге ең күшті заработок көрсетейін. Армияда ең күшті заработок. О, бірақ сіздердің очколарыңызды түсіріп тастайды. Осы армейский барон дегенді аламыз. Және кетеміз бай. Кете береміз. Осылай барып машина алмау өздеріңіздің еріктеріңізде. Недоступен дейді. 4-ші рангқа қойып тастаған қалай кетті. Негізі ол 2-ші рангтың машинасы, оны бірақ 4-ші рангқа қойып тастаған. Так. Ошым бүйтеміз. Қазір барып көрейік. Мен далада отқандықтан жарып отырмын енді. Кішкене қолым қимылдату қиын болып жатыр. Ошым осылай. 2-ші рангты алуды көрсет десеңіздер, мен 2-ші ранг алуды көрсететін боламын. 2-ші ранг алу негізі оңай. Бірақ мен просто өзім тупить етіп аламай қаламын да. Сондай болған. Вот осы меткаға барып, осыны аласыздар. Сосын осындай F-point. Егер қызыл метка жоғалып кетсе, F-point дегенді басып, қайттан қызыл метканы шығаруға болады. Енді кете береміз осылай. Достар, сіздерге тағы бір айта кететін жайт. Сіздерге айтайын, семьяға кірсеңіздер, егер сіздер ойынды енді бастап семьяға кіріп жатсаңыздар, 2-ші рангтан кіре аласыздар. 2-ші рангтан кірген соң сіздерге ақшалай бонустар беретін болады. Яғни квест деген зат бар, соны орындаған кезде семьяға кіру де бар ішінде. Вот сол семьяға кірсеңіздер, сіздерге ақша береді. Қанша екенін ұмытып қалдым бірақ. Вот енді осылай. Вот осы меткаға келеміз, аламыз. Дежурныймен сөйлесіп бізге задание береді. Вот дежурныймен сөйлесеміз де. Осындай барамыз да. Осыған келіп, бүйтіп. Өйстіп. Осы 5 меткаға келеміз.
5 минутқа келген соң easy 20 мың біздің қолымызда. Осыны жарты сағат сайын істеп тұруға болады. Егер жарты сағаттан істемесеңіздер, онда болмаса бір жұмыстармен шығып, болмаса жарты сағаттан кейін кіріп солай істеуге болады. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен Әділет Қазақ. Бүгін бізге Black Russia проектінде армияға кірген болатынбыз. 2-ші ранг алып, зор заработок көрсеттім. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен Әділет Қазақ. Ал ендеше сау болыңыздар.